Жансая ханым сізді видеоларында хайп жасайды дейді ғой. Хайп жасаймын енді. Хайп жасағым келеді. Не үшін? Хайп арқылы ақыры халық тыңдайтын болса сені. Бірақ мен ол негізінде видеоларымды мен хайп жасаймын деп жасамаймын негізінде. Нақты бір подкаст аламын. Қоғамда дүрлігіп жатқан подкаст алып, соның ішінен өз ойымды айтатын жерлерін кесіп алып қоямын. Мысалға мен Айшолпанды қойдым. Мен Айшолпанды бұрыннан қараймын, жақсы көремін ол қызды. Бірақ сол жерде мен өз ойымды, мынау биткенде жақсы болатын еді деген ойымды айту үшін қоямын. Ал ол подкаст өзі ашық қойған видеолар. Одан кейін мысалға мен Мөлдір ханымды қойдым. Мөлдір ханымды мен өте жақсы көремін, сыйлаймын. Ол мынандай болғанда мынандай болатын еді деген сияқты мен өз вариантымды айтамын. Айтуға проблема бар. Мысалы өткенде Ирина ханым туралы қойдым. Мен Ирина ханымды шәкірттеріме мақтадым. Мынау қазақтың мықты қызы екен дедім. Ойы анық, сөзі жүйрік екен дедім. Бірақ ішіндегі жаңағы әрбір адам маған Құдай деп айтқан жеріне мен өз ойымды айттым. Бұл хайп па? Хайп. Окей, хайп деп қабылдай берсін адамдар. Бірақ мен өз ойымды айтуға құмбылмын. Өйткені мен қарым-қатынас экспертімін. Қарым-қатынас туралы өзімнің нақты ойларымды жеткізуім керек. Ол қай түрмен болса да. Айтсам айтты дейсіңдер, айтпасам тағы айтпады дейсіңдер. Айтпады деп те талай адам мені жазғырған кездері болды. Айтсам тағы жазғырады. Так что маған нормально. Менің ойым талқыланып жатса, адамдар мені әңгіме қылып жатса, Жансая ханым бүйтіп ойлайды екен десе, значит мен тірімін. Күшті ол, мен қуаныштымын.